Кайырлы күн, аса құрметті оқытушылар, студенттер, қадірменді қонақтар, біздің академиямызға қош келдіңіздер. Бүгін біз арнайы түрде бүгінгі қазақ қуыршақ театрының тынысы деп аталатын дөңгелек стол ұйымдастырып отырмыз. Жақында ғана осы мемлекеттік қуыршақ театрында қуыршақтар шақырады 2018 деп аталатын театрішілік фестиваль өте бір жоғары деңгейге өткізілді. Шетелдік театр сыншылары келіп, сол фестивальді тамашалап, өздерінің пікірлерін білдірді. Өте бір республика деңгейіндегі үлкен мәдени оқиға болды. Қазір бізде қонақта, құрметті студенттер, осы театр ұжымының өкілдері келіп отыр. Енді нақтырақ бүгінгі дөңгелек столдың тақырыбына қарай ойыссақ деп отырмын. Тағы да естеріңізге саламын, бүгінгі қазақ қуыршақ театрының тынысы деп аталатын тақырыптың аясында біз бүгінгі қуыршақ театры қалай дамып бара жатыр, қандай режиссерлық жетістігіміз бар, қандай актерлық жетістіктеріміз бар, жалпы қуыршақ театрының бүгінгі балалардың эстетикалық талғап таламына жауап беріп отыр ма деген сұрақтың төңірегінде әңгімені өрбітеміз. Сонымен бірге арнайы түрде осы біздің театртанушылар барып көрген екі спектакльді талқыласақ па деп отырмыз. Ана жүрегі және Ана жер ана спектакльдері. Сонымен қоса бүгінгі дөңгелек столдың жұмысына осы фестивальдің басынан аяғына дейін қатысқан театртанушы студенттеріміз бар. Бәрі болмаса да бір-екеуі бүгін өздерінің пікірін осындай үлкен ортада ойларын ортаға салмақшы. Сондықтан да бүгінгі дөңгелек столымызды ашық деп жариялаймыз. Олай болса, бастаймыз. Бірінші сөз кезегін театр өнерінің тарих мен теориясы кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор Сәния Дүйсенхановнаға бергім келіп отыр. Добрый день. Я просто наслышана про фестиваль, и на фестивале не была полностью. Поэтому те два спектакля, о которых говорили, я их посмотрела. Во-первых, я хочу поприветствовать коллектив. Спасибо, что пришли. И сказать, что, наверное, очень хорошо, что руководство вашего театра делает все для того, чтобы показать молодежь, показать всю труппу, искать какие-то новые формы. И даже вот потому, как много наград на фестивале, это чувствуется, что такая большая забота руководства. Теперь то, что касается спектаклей. Я смотрела два спектакля, и сначала бы хотела сказать про Анна Жирана. Говорить долго не буду, потому что другие лучше знают и больше смотрели. Но я хочу сказать, что вот когда Дину пригласили к вам в спектакль, я была очень рада, потому что, для меня лично, Дина – это самый перспективный молодой режиссер в стране. Она бесстрашная. И что вообще любопытно и поразительно, что сейчас наиболее ярко себя проявляют ученики Юрия Ивановича Ханинги, которые учились в Астане на режиссуре. Это и Тимур Каримжанов в Петропавловске в Русском театре, это и Булат Абдрахманов в Кокшетау, да, он сейчас или в Семье. В общем, я думаю, надо ему как Дине быть вольным художником, потому что это лучше. Потому что когда человек не связан никаким коллективом, он много экспериментирует. И за последние годы я видела достаточно ее спектаклей. В Казани Ричарда Третьего замечательного. И, к сожалению, не смогла посмотреть Федру. Что я хочу сказать? Что правильно, что приглашаете людей, которые не боятся экспериментировать. Правильно, что пытаетесь сами выходить, потому что вы понимаете, что сегодня кукольный театр в 21 веке – это не актер за ширмой, не только актер за ширмой, и не только актер, который умеет играть с куклой, но и помимо этого проявлять себя. И мне показалось, что в этом спектакле она как раз пошла по этому пути. Но я не знаю, мне кажется, она первый раз в кукольном театре, работала. Да. Потому что это чувствуется, потому что я, честно говоря, так представила, если бы не было кукол в этом спектакле. То есть она вас, что хорошо сделала, она вас попыталась разбудить как актеров, как драматических. И здесь, с одной стороны, конечно, видно, что вы на сцене без ширмы мало играли, наверное, а может, кто-то и не играл. И здесь по-другому надо было расставлять акценты, а кукла здесь вообще по минимуму существует. Но мне кажется, все равно в этом пути можно добавить, можно доработать кукольную линию, и тогда это будет спектакль кукольного театра. Материал, конечно, для нас вообще
священный для казахского театра, потому что это произведение, которое мы вообще уже своим, наверное, считаем, потому что все достижения связаны с Айтматовым, с Мамбетовым, с этим материалом, и мы знаем столько блистательных актрис. Здесь, конечно, проблемы, вот у нас во всех театрах проблемы с речью. И я думаю, что из-за того, что вы, не знаю, или не работали, или впервые работали, как бы вот так, открыто, без ширмы, то здесь чувствовалась определенная скованность. Но все это замечание, которое спокойно можно в рабочем порядке преодолеть, если дальше работать над этим, я думаю, Дина это сможет сделать. Но мне понравилась вообще интонация и культура спектакля. Вот это очень важно было для меня. И поэтому я думаю, что надо экспериментировать. И наверняка вы знаете и Филиппа Жанти, режиссера французского, и Робера Лепажа, которые... Вы видели, что это спектакли, которые вообще не назовешь кукольными спектаклями кукольного театра, потому что это эксперимент, где актеры существуют на равных, а у Лепажа вообще в одних спектаклях смотришь и не поймешь, где манекен, где актер, и вообще как бы меняются местами, да, ведущий и ведомый. Поэтому в этом плане, конечно, постановка любопытная, и я думаю, что по культуре, кстати, сценической, вот что у Дины хорошо, она замечательно работает с пространством и с музыкой, и с ритмом. Вот вы знаете, вы обратите внимание, именно как кукольники, вот, например, был такой великий режиссер советский Анатолий Васильевич Эфрос, и другая великая актриса Алла Демидова всегда говорила, что когда она с ним работала, то он всегда настаивал на том, что самое главное – это ритм. Темпо, ритм в спектакле. И посмотрите, какие, к сожалению, в наших театрах тягучие спектакли. Вот ты сидишь, и ты увязнешь, как в болоте, и ты понимаешь, что ты вот еще немножко, ты просто заснешь. Это тогда, когда жизнь наша, она вообще на огромной скорости проносится. Вечером приходишь домой, думаешь, господи, неужели уже день прошел? А мы все в театре, особенно в драматических театрах, знаете, когда сцены, допустим, женщина и мужчина на сцене, пока женщина отреагирует на слово, пока она повернется, знаете, в каком-то таком сонном темпе, то, конечно, я думаю, что это неверно. И сейчас, знаете, многие даже говорят о том, что как это легко сейчас на эстраде завоевать внимание аудитории, потому что стоит только включить ритм быстрый, и все просыпаются, все начинают реагировать. Это, кстати, тоже закон физиологии, и в театре это тоже можно использовать. Поэтому можно над этим подумать. Вот. И переходя плавно от материнского поля к Анна Жюриге, я хочу сказать следующее. Я спектакль не видела вот до показа вашего на фестивале, и я очень много хорошего слышала от коллег, что это очень интересно, замечательно и так далее. Вот мое личное впечатление, когда я посмотрела спектакль, я поняла, что режиссер, безусловно, знает современный кукольный театр. Он владеет разными формами, и ты понимаешь, что в его культуре профессиональной есть приемы европейского театра кукольного и, собственно, нашего казахского, в котором работает. Что мне показалось здесь? Самая главная, может быть, проблема в спектакле. Спектакль, в принципе, хороший. Но самое главное, понимаете, вот когда нет фундамента крепкого, любое здание проваливается. Драматургии нет. Я не знаю, кто автор, или сами придумывали на репетициях. Есть, да? Есть, российский. Да? Ну, не знаю, потому что драматургия очень лобовая. Вот я сижу, знаете, вот в 18 веке, век просвещения, драматургия вся была, как говорили, дидактическая, назидательная, поучительная. И вот я понимаю, и в каждом слове, да, понимаете, ведь любовь к маме, она не только в словах «мама, я тебя люблю», там, или когда мать говорит сыну «я тебя люблю». Это проявляется в жестах, это проявляется во взгляде. Да, когда куклы, это проявляется в отношении куклы к матери, и наоборот. А тут как бы идет такая декларация, вот как бы актер заявляет о своих намерениях, о своих поступках, о своих чувствах. И поэтому, думаю, такой чуткий мальчик, такой он замечательный, такой нежный. С чего вдруг так резко? Это что, увидел что-то где-то мелькнуло, золотое, красное, яркое, и побежал? Это немножко наивно, понимаете? Если это рассчитано на детей, не знаю, может быть, это для психологии детской сработает, но тогда у меня вопрос такой. Сцены, когда его, значит, увлекают вот эти девушки, да, и манекены эти телодвижения девушек-актрис,
извините, для какого возраста. Поэтому для меня как бы получается так. Нет очень четкой ориентации на зрителя, на какой возраст вы играете. На подростков ли, на взрослых ли, или на маленьких, для которых нужно говорить вот это белое-белое, черное-черное. Тогда по тексту будет понятно. Но если у вас вот эта пластическая канва вплетается, рассчитанная явно на публику более старшего возраста, и мне даже кажется, что не совсем даже школьную, то это уже воспринимается как-то, знаете, вот не монтирующаяся часть спектакля. И еще мне бы хотелось сказать, что так как я сидела очень близко на первом ряду, мне показалось, что очень грязно работают актеры с куклами. То есть вот они у вас же по этим канатам, да, передвигаются, кувыркаются куклы. Вот вы когда их переносите, не попадаете на канат, не успеваете схватить ногу или руку. Вот эта грязь актерская, да, техническая, я имею в виду, вот в кукловождении, она видна, а это недопустимо, потому что вы должны быть виртуозами, вы с куклами всегда занимаетесь, работаете. Поэтому, тем более маленькое пространство, вы же нас посадили на сцену, то есть мы так близко к вам, то с вас тогда ответственность вообще многократная. И я помню, когда еще была студенткой, Константин Райкин, актер, тогда еще только появлялись малые сцены, он говорил: боже мой, вы не представляете, как интересно играть на малой сцене и как это ответственно и страшно. Потому что, когда ты играешь на сцене, и там кто-то где-то номерок уронил, кто-то где-то начинает фольгой от шоколада шебуршать, думаешь, ай, ладно, как бы пытаешься абстрагироваться. Но когда вот на расстоянии вытянутой руки, и ты не просто играешь, а ты слышишь, замерло дыхание у зрителей или нет, то, конечно, ответственность больше. А тут вы просто на наших глазах очень неаккуратно работаете. Поэтому, мне кажется, над этим тоже надо работать. И еще момент такой, мне кажется, что вот оба режиссера обоих спектаклей, да, и вот Дина Танбаев-Казе и Зайцев, Антон Зайцев, что мне понравилось, они очень бережно к вам относятся, к актерам. То есть они действительно пытаются вот сделать так, чтобы вам было удобно, они пытаются вас раскрыть. И это очень ценное качество, потому что сегодня очень мало кто этим занимается, или тем более в наших театрах. У нас, знаете, как на откуп. И вот мизансцена здесь, выйдешь, там что-то скажешь, придумаешь и так далее. Поэтому я думаю, что надо беречь, тем более молодые режиссеры, беречь эти контакты творческие, работать. И в принципе, вот я не видела других спектаклей, но мне кажется, что вы вот в поиске, и для вас как бы вот это определенная ступень, и вы пойдете дальше, и наверняка перспективы будут очень хорошие. Я хочу пожелать вам в этом удачи. Спасибо, что пригласили. Келесі сөз кезегі Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер бөлімінің, театр өнері бөлімінің меңгерушісі, өнертану кандидаты, доцент Амангелді Мұқанға беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, студенттер, әріптестер. Кешегі көрген спектакльдердің ішінде әртүрлі жастағы балаларға, сонау кішкентай бойдағы 3 жастан бастап дейміз ба, 2-1,5 жастан бастап дейміз ба, анау ересектерге дейінгі аралықтағы фестиваль спектакльдерін көрдік. Бұл бүгінгі негізгі заманауи қуыршақ театрының репертуары болатын, репертуарында болатын спектакльдер. Бұл жаңа айтып жатқан соңғы Сәнесенбай айтқан 2 спектакль, Ана жүрегі мен Ана жер ана, бұл ересектерге арналған негізгі спектакльдер. Мен өзім солай түсіндім жалпы. Мен айта кететін мәселе бүгінгі театрдың бағыт-бағдарына байланысты. Шынында да басшылық жаңаша ізденіс жасап жатыр. Бұл бірінші кезекте репертуар мәселесі, драматургия, балалар театрынан, қуыршақ театрынан арналған жасап жатқан жұмыстарыңызды көріп жатырмыз, жанталаса іздеп жатқан. Өте қажеттілік қат дүние. Бұл шикізаты спектакльдің осы драматургия мәселесінде өте қиындықтар көп. Оны драма театрларда азды-көпті өздері шешесіп жатыр. Бұл жерде жазушылар одағы бар, жаңа драматургия секциясы, басқа да конкурстар бар деп жатамыз. Бірақ мына қуыршақ театрына келген кездері тіпті конкурс жарияланғанның өзінде де түсетін пьесалар, бір қолдың саусағы жетер 5 пьеса түседі. Оның өзінде іліп аларлық
материал жоқ екенін көрген кездер мен өз көзіммен көрдім, бірнешеуіне қатысып. Содан кейін шынында да сіздердің жағдайларыңыз өте қиын. Соған қарамастан мынау жасап жатқан жұмыстарыңыздан мен тағы да бір жаңалық көріп отырмын. Себебі сіздер бүгінгі таңда осы бағытта авторларды ұйымдастырып, соларды өздеріңіздің төңіректеріңізге жинап, осы сіздер лабораторияны өздері театрларыңызда ашу керек сияқты. Енді кешегі фестивальда көрген мәселеде мынау актерлық шеберлікке профессионалдар айтты, мен сол жерде айттым, профессионалдардан артық, олардан біз артық түсіне алмаспыз деп, жаңағы Құралай Қалекетовна, жаңағы Вадим деді, жаңағы концерт қонақ. Керемет жақсы мамандар, өз ісінің шеберлері. Олар сіздерге баса айтты барлық нәрселерді. Өздерінің деликатны айтты. Одан артық біз айта алмаспыз, но бірақ айта кететін мәселе шынында да актерлық шеберлікке байланысты істелетін жұмыстар бар. Бұл кешегі жаңағы Самисенко айтқан екі спектакльде сіздер как драма актер ретінде, Қуыршақ театрын ойнай отырып, сіздер драма актер ретінде көріндіңіздер. Мен қуанып отырдым. Сіздер шырманың ар жағынан емес, бер жағынан шыққандарыңызға, көрерменге жарты метр жерде кейде тыныстарыңызды сезіп отырып, сіздердің актерлық қабілеттеріңізді көріп қуанып отырдық. Дұрыс болған екен деп. Ол да дұрыс. Солай да сендер сезінулеріңіз керек көрерменді, залға келіп отырған. Ол да дұрыс. Но бірақ басты сіздердің шеберліктеріңіз бұл енді қуыршақты жүргізуде, қуыршақпен қалай көрерменге байланыс болатын алтын көпір сіздерсіздер. Сондықтан да сол алтын көпірде шеберлік мәселесін оны жақсы айтты. Анау сарықпен ойналатын қуыршақтар бола ма, саусақпен ойналатын қуыршақтар бола ма, басқа қуыршақтың түрлері бар, оның бәріне де әлі де болса мамандар шақырып, шеберлік сыныптарын осындай фестивальға ойлаймын, анау белгілі нелер бар ғой, мастер-класстарды ұйымдастырып нететін болса, әлі де болса жақсы жетістіктерге жетуге болады. Және тағы бір мәселе, мынау қуыршақтар мәселесі. Қуыршақтар кешегі спектакльдерге әрине бір естігенім, мастер шебер жоқ дейді, қуыршақ жасайды. Шынында да солай шығар. Өкінішке орай. Но білмеймін, қазір енді қолға алған нәрсені істемейтін заман емес қой, бәрі бар материалдар, бұрынғыдай емес, түрлі материалдар бар. Сондықтан да шеберханаларымызда бар шығар деп ойлаймын. Но бірақ шеберді жасауда, жаңағы драматургтерді жасау сияқты, ұйымдастыру сияқты өздеріңіздің қолдарыңызда шығар деп ойлаймын. Келесі сөзді театр өнерінің тарихы мен теориясы кафедрасының доценті Анна Релькевайна бергім келіп отыр. Өнертану кандидаты. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер бізге қонаққа академияға, құрметті Талғат Қампарович және актерлер. Осы алдымызға мақсат етіп қойып отырған екі спектакльдің жаңа айтып кеткен Сәния апай мен Амангелді ағайдың сөздерімен толығымен келісемін. Бұл екі қойылымда Қуыршақ театрының бұның алдыңғы спектакльдерінен мүлдем бөлек екі дүние болып шыққан. Бұл екеуінің де көрермендерінің жас ерекшеліктері де басқа болып тұр. Егер бұның алдындағы спектакльдер көбінесе кішкентай бүлдіршіндерге арналып отырса, мектеп оқушыларына арналып отырса, бұл жерде екеуінің де тақырыбы бір-біріне ұқсас болғанымен де, тіпті кішкене сахналық үлгісі де кішкене ұқсас болғанымен де, дегенмен де бұл ересек көрермендерге, жасөспірімдердің жүрегіне жол тартқан қойылымдар деп есептеймін. Және бұл екі қойылымды да өткен жолы фестиваль қонақтары, сыншылар фестивальге келген сол қазылар алқасының мүшелері де, бүгінгі біздің өзіміздің сыншыларда айтып отырғаны барлық мемлекеттерге, барлық елдерге апаратын қойылымдардың бірі, фестивальдерге қатысатын қойылымдардың бірі, және бұның аудармасы да ешқандай мәтіні де қажет емес, өйткені соншалықты түсінікті дүние болып шыққан екеуі. Енді бір жағынан тақырыбы бір болғанымен де, бұл жерде және Сәния апай айтып кеткендей, екеуінің айырмашылығы сол текстте болып тұр. Егер ана жер анада сол Айтматовтың керемет шығармасы негіз болып отырса, ана жүрегінде кішкене драматургиялық енді әлсіздігі байқалып тұр. Дегенмен де екеуі де керек дүние. Өйткені ана жүрегі бұл, енді менің ойымша, бұл бәрі бірде кішкентай демей қояйын, дегенмен де сол 8-9 жасар баладан бастап сол жасөспірімдерге
сол жастарға өте керекті тақырыптардың бірі, кәдімгідей ойландыратын тақырыптардың бірі. Бұл жерде баланың анасына деген қарым-қатынасы, анасына деген сыйластығы, соны ойландыратын жағы өте көп болып отыр. Ал енді Шыңғыс Айтматовтың шығармасы бұл енді классикалық шығармалардың бірі. Сонымен қатар бұл жерде өткенімізді бір саралап, тарихымызға көз жүгіртіп, бүгінгі жастарға енді үлкен бір өнегелі қойылым болады деп ойлаймын. Сонымен бұл жерде тағы да осы екі спектакльдің айырмашылығында сол ана жүрегінде егер фактически сөз болмаса, барлығы кәдімгі қимылға, пластикаға, әрекетке құрылып отырса, әрине ана жер анада да оның барлығы баршылық. Дегенмен де бұл жерде бүкіл салмақ Толғанайдың бейнесіне түсіп отыр. Сондықтан да енді әрине режиссердің бұл бейнені 3 актрисаға бөліп беруі де өте сондай бір жақсы жағынан көрінді деп айта аламын. Дегенмен де осы ана жер анасына келетін болсақ, менің бір спектакльдің атын осы ана жер ана деп қалдыруында болып отыр. Өйткені жалпы повестің өзі құс жолы деп аталады. Бұл ана жер ана деп Львов Анохин инсценировканы жасаған кезде сөйтіп атап кетті. Бұл жерде енді бұл Львов Анохиннің инсценировкасы емес, Дина өзі бұны құрастырып жасап отыр. Сондықтан да енді әрине мен түсінем, ана жер ана деген біздер қазақтар үшін, қазақ театры үшін бір брендке айналған енді атау болып отыр. Дегенмен де бұл жерде Толғанай тек қана басында ғана ана жер анаға бір-ақ ауыз сөз айтылады да, одан кейін мысалы сол ана жер ана менен ананың арасындағы байланыс уже байқалмайды. Ақырында бұның барлығы ананың жолы болып өтеді. Яғни ананың сол жас кезінен осы бүкіл өмірі, бұл бір жалғыз ананың емес, кәдімгідей енді 3 образға беріп отырғандай, бұл сол кездегі барлық аналардың басынан өткен нәрселер. Сондықтан қуыршақтардың да бірдей болғаны сондай деп мен өзім солай түсіндім. Өйткені соғыс кезінде барлығының басына түскен ауыртпашылық та бірдей болды. Барлығын көрген күндері де сол бірдей болды. Осының барлығы әрине ойналып тұрды. Дегенмен де мына жерде бұл менің ойым өзімнің спектакльдің атауыменен енді кішкене спектакльдің өзінің арасындағы енді байланыс кішкене үзіліп қалған секілді. Сонымен қатар енді әрине Динаның бұның алдындағы да спектакльдерін көріп жүрміз. Шынымен де бүгінгі таңда ол қазіргі біздің сондай жас режиссерларымыздың ішінде алдыңғы шепте келе жатқан мамандардың бірі. Бірнеше театрларда, көптеген театрларда жұмыс істеп отыр. Әрине әр театрда істеген осындай еркін суретші болғанда бір жағынан жақсы шығар, эксперименттерге жиі барады деп айтып отырмыз. Бірақ бір жағынан осы әр жақтағы театрларда істегендіктен бе, сол бір тапқан нәрсесін екінші спектакльде де, басқа спектакльде де қолдана беруі, бұл көп режиссерлерімізге тән қасиет болып бара жатыр. Егер мысалы ол бір театрда жұмыс істесе, өздеріңіз де білесіздер, бір режиссермен жұмыс істеп отырсаңыздар, ол енді бір тапқанын келесі спектакльде жоқ қоймайды. Өйткені ол жұмыс істеп отырған актерлері бір, спектакльге келіп отырған көрермендер де фактически бір. Ал бұндай жерде енді осындай кеткен нәрселерден әрине енді бұны әрине көп көрермендер көре бермейді ғой. Дегенмен де мысалы Ақтау театрында Дина осы ана жер ананы қойды. Сол жерде көп элементтерді осы спектакльден біз көріп отырдық. Кеше ғана сол сіздердің сахналарыңызда қойып кеткен Войцектен де кейбір элементтерді байқап отырдық. Енді тағы сондайларды айта беруге болады. Бірақ енді не десек те, бұл режиссердің әр сахнада қойған заттары барлығы да ойналып тұрды. Сол кішкентай үйшіктер болсын, сол анандай тракторлар, комбайндардың өздері. Дегенмен де жаңа Сәния апайдың мен де сөзіне қосылам, егер қуыршақтарды алып тастасақ, онда спектакль ешқандай нұқсан келмейді. Қуыршақтарсыз да сіздер сол қалпында ойнай бере аласыздар. Яғни бұл жерде енді сіздер қуыршақ театры болғандықтан ең бастысы, енді бұл менің ойым, ең бастысы бәрі қуыршақтарға бірінші назар аударылу керек. Қуыршақтар басты элемент болу керек. Ал сіздерде көбінесе сол
енді ана заттар, етіктер, сол тағы да басқа сондай заттар бірінші алдыға шығып кеткенде қуыршақтар екінші планда қалып отыр. Келесі сөз театр өнерінің тарихы мен теориясы кафедрасының доценті, өнертану кандидаты Меруерт Жақсылықоваға беріледі. Тікелей осы бүгінгі тақырыптың аясына ауыссақ, айтылатын әрине қуыршақ театрында санның мәселе жетерлік, бірақ соның ішінде осы біз арнайы 2 спектакльді алып отыруымыздың өзіндік мәні бар деп айтамыз. Себебі бүгінгі біздің қазақ театр тануында бір қуыршақ театрына мән берілмей келе жатыр деген әңгімені жиі естіп жүрміз. Сондықтан да бір отырысымызда арнайы қуыршақ театрына арнауымыздың өзі төркіні осы жақтан шығып отыр деп есептесеңіздер болады. Театр танушы үшін қуыршақ театры ма, драма театры ма, опера театры ма ол маңызды емес. Оның өзегі бір драматургия, ол актерлік өнер, ол режиссура. Сондықтан да оны қай саладан қалай тарқатып айтсақ та, театр танушы оған құқығы да бар, оны талдайтын мүмкіндігі де бар. Екінші мәселе. Бұл мен өз басым театр басшылығына ризашылығымды білдіремін. Неге? Себебі театр тануды осы қуыршақ театр тану мамандарын шақыра бермейтін. Қазір бізге деген көзқарас өзгерді. Біз бірден сіздермен тікелей қарым-қатынасқа ойысып жатырмыз. Осының өзінен осы мәселенің сіздер үшін шешілгенін байқап отырсаңыздар да болады. Бұл неге айтып отырмын? Себебі өткенде сіздер қазақ қуыршақ театрының тарихы деген Еркін Жуасбектің кітабын шығардыңыздар, өте тамаша. Бірақ бұл 25 жыл бұрын шығатын дүние. Қазір сіздердің тарихтарлар, қазіргі театрда еңбек етіп жүрген артистің, режиссердің тарихы жазылу керек болады. Біз көрдіңіздер ме? Сондықтан да сіздердің артта келе жатқандарыңыздың өзі, мен шығармашылықты айтып отырған жоқпын, тарих мәселесін айтып отырмын. Осының өзі бір үлкен көрсеткіш. Енді осының орны менің ойымша толады. Сондықтан да мына дәл қазір осыншама театр танушы келіп алдарыңызда өстіп сіздерге 2 спектакліңіздің талдап отырудың өзі бұл ең үлкен жетістік деп білсеңіздер болады. Себебі бұл сияқты театр танушылар осылай келіп ешбір театрдың спектаклін талдаған емес әзірге. Сондықтан да сіздер менің ойымша сіздерге болашақта мақтанатында жағдай бар. Келесі мәселе, енді тікелей спектакльдерге қатысты мен үшін бұл 2 спектакльде тақырып жағынан аса қызықты болды. Себебі ана тақырыбы, бала тақырыбы бұл қазір біздің қоғамымыз үшін аса өзекті мәселелердің қатарында. Сондықтан да ол туралы айтылу керек, жазылу керек. Себебі қоғамымызда қазір өзі жаһандану, жалпы адамзаттық бір құндылықтар жоғары шығып, керісінше біздің өзі тереңнен тамыр тартқан дүниелеріміздің бәрі қожырап, мәнін, мағынасын жойып бара жатыр ғой. Сондықтан да ананы сыйлау, үлкенді құрметтеу, бұл біздің өзі ұлтымыздың философиясында бар нәрселер. Сондықтан да дінімізде, ділімізде бар дүниенің бәрін насихаттау, ол әрине ең бірінші қуыршақ театрының бұл театр тәрбиелік функциясынан келіп басталатын нәрсе. Сондықтан да сіздерге артылатын жүкте ауыр, сіздерден сұралатын сұраныс та көп. Сондықтан себебі ұлттың болашағын тәрбиелейтін бәрібір сіздер. Себебі сіздерге келетін негізгі көрермен ол балалар. Сондықтан да енді осы сіздердің әрине үлкен көрерменге арнап спектакль қойып жатқандарыңызға мен ешқандай қарсылық бірдеңе білдір деп отыр демеңіздер. Ол да өте тамаша. Себебі қуыршақтың өзінің ерекше феномені бар ғой. Ол қарапайым дүние жатқан ойыншыққа жан бітіру деген, соның өзінде бір магия бар, соның өзінде бір құпия бар. Соны қалай жүзеге асырды, қалай жасап жатыр деп өзің әрдайым қызығып отырасың. Сол жағынан келгенде әрине бірінші ана жүрек спектакліндегі жаңағы бос қуыршақтың өзіне жан бітір, соның өзіне бір ерекше құпиялық магия бітіруінің өзінден бір ерекше әсер алып отырғанымыз рас. Әрине сөз жоқ.
қуыршақты жүргізу мәселесінде кетіп жатқан кемшіліктер барлығы да болды. Бірақ дегенмен де мен өзім үшін мына актерлердің еңбегіне ризашылығымды білдіремін. Себебі ол жерде актерлер жан тәндерімен еңбек етіп, барын салып жұмыс істеп жатыр. Әсіресе мен мынау Ана жүрек спектакліндегі мынау Толқын Тілеулиева актрисаның драмалық жаңа бір қырынан таныдық. Жаңа сөз барысында айтылып жатыр, шырманың ар жағында жүрген адамдардың барлығын біз енді олардың басқа да мүмкіндіктерін, басқа да қырлары бар екен актерлік көріп отырмыз. Осының өзінен мынау театр тілінің жаңарғаны байқалып тұр. Біз енді көп жағдайда айтамыз ғой, қуыршақтар бір сол қуыршақ театр десе бізде стереотипті ой қалыптасқан. Олардың барлығы да сол шырманың ар жағында ғана жүру керек деген. Міне осыған бір берілген соққы сияқты болды. Бұл шында керемет, бұл жетістік. Осы жағынан біз әрине баса назар салып айтуымыз керек сияқты. Енді Ана жер ана спектакль туралы да жаңа өте көп айтылып жатты. Соның ішінде мен осы шында да қуыршақпен ойнату жағы аз болған тағы да бір өз тарапынан айта кетер едім. Шында да ол жерден 4 қуыршақты алып тастасақ, ештеңе де өзгермейтін, біз ішіміз сезіп отыр. Ертең енді қуыршақ театр деп қуыршақ театрынан басқа жаққа шетелге алып баратұғын болсақ, сөз жоқ, сұрақтар туындайды. Сондықтан да театр әлде бір ұштайтын тұстары бар сияқты. Бір қайнау ішінде дейді ғой қазақша айтқанда. Сондай бір қайнау ішінде дүние сияқты. Қалай алып қарасаңыздар да, оны менде бізден басқа да мамандар айтып жатыр ғой. Сондықтан да өз ойымды тағы да бір нақтылап кетерім. Тағы бір спектакльдің бейнелік шешіміне қатысты осы етіктер, көп етіктер алынғанда, бірақ сол етікті қаншалықты біз ойната білдік сахнадан. Осы жағында менің де жаңағы қарапайым бір қозғалыстар үшін табылғандай бір бейнелік шешім аяғына дейін сөйлемегендей әсерде отырдым. Бұл енді әрине сахналық кеңістікті шешу мәселесіне келгенде, ол енді режиссердің әрине тарапына айтылатын нәрсе. Бірақ енді ортамызда режиссер жоқ болғандықтан біреу құлақ қағар қылар, өз тараптарыңыздан жеткізер деген ниетпен айтып отырмыз. Бірақ бұл спектакльде де негізгі күш осы толғанай образына түсті. Әсіресе осы біз бірінші қойылымды көргеннен кейін мен көбінесе тағы да толқын көзіме ұшырасып отырдым. Негізгі жүк сол кісінің арқасына түскендей болып отырдым мен. Екінші мәселе, мен толқын ана жүрегіндегі ананы қайталайтын шығар деп сол қорқынышпен қарап отырдым. Жоқ, бірақ қайталау болған жоқ. Менің жүрегіммен, жан жүрегіммен қуанғаным сол. Себебі актриса бір істеген екінші рет жасай беретін болса, онда ол қайталауға ұрынар еді. Бұл жерде жаңағы режиссерлік міндеттің өзгеше болуының себебінен осындай актриса жетістікке жете алған деп анық айтуға болады. Сонымен қатар тағы үшінші ұсынысым міндетті түрде менің ойымша осы театр тарихын жазуды қалдырмай қолға алып, ары қарай бұл өздеріңіздің болашақта тарихта қалуларыңыз үшін керек. Енді құрметті студенттер, қонақтар, бағанадан бері өте үлкен мәселелер қозғалып жатыр. Бүгінгі қазақ қуыршақ театрының тынысы деген тақырыптың төңірегінде театр сыншылары өздерінің кәсіби пікірлерін ортаға салып, әсерлерін бөлісті сіздерменен бірге. Енді мен де театртанушы болғаннан кейін өзімде бір-екі ауыз сөз айта кетуді жөн көріп отырмын. Себебі жәнегі біздің бүгінгі дөңгелек үстелімізде жоғарыда айтып кеттім, 2 спектакльді талқылау жәнегі алға қойылған болатын. Соған байланысты мына Ана жүрегі деген спектакльдің премьерасы кезінде мен де барып көрдім. Шын мәнісінде өзімнің әріптестерім айтқанына 100% қосыламын. Біріншіден спектакль өте жақсы әсер тудырды. Режиссерлік тарапынан жәнегі табылған шешімдер де қолдауға тұрады. Драматургиясы сондай әсерлі деп айта алмаймыз, өйткені ойлар өте үзіліп кетеді. Жәнегі режиссер микрофонменен шығарып, жәнегі ана туралы толғаныстарды айтқан кезде, анау өтіп жатқан оқиғадан бөлек болып, бөлшектеніп қалып жатты да. Енді ол былай
отырған көрермендерге де кәсіби мамандарға да анық көрініп тұрды. Сол екі араны біраз жәнегі жымдастыратындай бір көпірлер табылмағанда, былайша айтқанда, ал болып жатқан оқиға бір бөлекте өз-өзінен содан кейін ана кейіпкер мысалы үшін бір көңіл күйден екінші көңіл күйге алмасқан кезде жәнегі екі жақта бөлініп алып микрофонменен монологтар оқып кету кәдімгідей спектакльге бір нұқсан келтіріп тұрған сияқты әсерде қалдырды. Егер де сіздер фестивальға алып шығатындай болсаңыздар, режиссерменен қайтадан бір осы тұстарын қарап алған жөн сияқты. Одан кейінгі мәселе шын мәнісінде де бұл енді сіздер көбі қуыршақпен ойналады бұл спектакльде. Сонда бір байқалған дүние, шынында да қуыршақ жүргізу жағы әсіресе жас актерларда мен өз деңгейімде кәсіби деңгейде көрдім деп айта алмаймын да. Бұл жағда мен Сәкен Дүйсенханымның пікіріменен қосыламын. Себебі жәнегі аяқ қолдары салдырап ойыншықтардың тез анандай темпқа түсе алмай жатты да. Бұл да енді шеберлікті ұштау жағын қажет етеді. Өйткені бәрібір спектакльдің темпо ритміне өте қатты әсер етіп жатты да. Осындай жаңағы бір үзіліп кетіп жатқан тұстар болды да. Кейіпкердің бұл енді біресе қуыршақты сөйлетіп, біресе жаңағы актер жанды түрде өзінің бет құбылысыменен көрсетіп жатқандықтан да екеуінде үйлестіріп бір тұтастыққа жету керек еді. Сосын бұл спектакльде шын мәнісінде біз көптеген актерларымызды, актрисаларымызды кәдімгідей қалай толғанатынын, кейіпкер бейнесіне қалай енетінін анық көрсетуге режиссер мүмкіндік тудырған. Және мен де айтар едім, ананы ойнаған Толқын Тілеулиеваны, одан кейін сол жас актеріміз сол Русланның жұмысында да жәнегі жақсы ізденістің нышандарын байқадық. Жақсы дуэт болды, актерлық. Енді құрметті студенттер, біз бірінші бөлім театр танушылардың талқылауын біз тәмамдадық. Енді қазіргі екінші бөлімі 10-15 минутта сіздердің осы жерде отырған, театрдан келіп отырған театрымыздың директорына, театрдың актрисаларына, актерларына қоятын сауалдарыңыз бар ма? Бар болса қойсаңыздар, театр актерлары мен актрисалар сіздерге жауап беруге даяр. Кімде қандай сұрақ бар? Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен осы Қуыршақ театр саласында 21 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Қуыршақ театрына негізі көп жастар келе бермейді, өздеріңіз де білесіздер. Бұда істейтіндер де енді шынымен үлкен актерлар десе де болады. Біз қазір міне критиктер, театртанушылар отыр ғой. Солардың алдында осындай неше жылдан бері біз шынымен талқылап жатырғанда біз қуанамыз. Себебі бізді қанша жылдан бері талқылаған жоқ. Айтатын ештеңе жоқ десе, біз қазір жер болатын ек, себебі айтатын заттар. Демек, біз жұмыс істеп келе жатырмыз. Белгілі актер Юрий Соломин айтқан екен, спектакль біткеннен кейін қанаттанып, ұшып, бүркіт сияқты болып, барлығы народный артист келе жатыр деп қол соғады. Критиктердің алдында қайттан балапан болып қаламыз, қалысын ең шығып келе жатқан дегенде. Шынымен, бұл енді үлкен жұмыс қой. Есте білуде бәрі. Сол сияқты сенің сұрағыңа жауап. Шынымен бұл Қуыршақ театрының, өзім Қуыршақ бөлімін бітірдім. Ода сабақ болады, Қуыршақ дайындау сабағы. Қуыршақ дайындау сабағы болады, папа-машеден жасадық. Өзіміздің дипломный спектакльдерімізге өзіміз Қуыршақ жасадық. Бірақ енді біз кәсіби маман болмағаннан кейін біздікіде сондай бұған да үлкен кәсіби маман керек. Әркім өз маманның шебері болу керек. Біз өзіміздің сол ішіне технология дейді, ол технологияның бәрін істеп шығару, және мынау тірілту дейді ғой, мынау көзін жасау, ол үшін үлкен оқу керек қажет. Ол үшін технологтар керек шынымен. Ол үшін инженерлер де керек деп ойлаймын. Себебі олардың әрбір қол қимылы, көз қимылы, ауыз қимылын бәрін істету. Біз Қуыршақ жасаймыз деген сен мына жақта біздің дайындық болады. Сол үшін шынымен бұған нағыз шеберлер, мамандар керек деп ойлаймын. Қазір шынымен тапшы, қазір оқытатын жер жоқ. Біз Ресейден, Қырғызстанда бар, Ресейде бар жақсы шеберлер, Өзбекстанда бар жақсы шеберлер. Соларға арнайы тапсырыс береміз, немесе өзіміздің бардан жол жасап жатқанымыз шынымен бар. Бірақ қолымыздан келеді. Біз мысалы гастрольдік сапарларға шыққанда Қуыршақтарымыз өте
мына қуыршақтарымыз сынып қалған жағдайда өзіміздің әртістер оны жөндейді, біледі. Оның бәрін шашып тастайды да, оның бәрін технологиясын жөндеп, бір сағат қалғанда ол қуыршақ ол инструмент болғасын ол сынып қалады ғой. Бірақ соны біздің әртістер жөндей алады. Соған біз қуанамыз. Рахмет. Тағы да сауалдарыңыз бар болса. Сіздің осы роль дайындаудағы қандай методика дейміз ба, қандай өзіңіздің осы тарихын бір бізге қызық айта кетсеңіз? Негізі мен көбінесе ширманың сыртында жүрем. Бұл алған 2 спектакльді де мен үшін ең қиын болып, ана жүрегін алғанда мен басында қарсы болдым. Өйткені сахнаның алдына шығып көрмегеннен кейін менде қорқыныш басым болды. Даже режиссермен ұрысып кетіп қалған кезімде болды. Ойнамайым деп отказ жасап. Онан кейін енді анамыз ба бәріміз бала тәрбиелеп отырмыз. Әрі осы қара шаңырақта жұмыс істеп жатқаныма 15 жыл болыпты. Неге мен шықпасқа деген бір күш қайрат бердім өзіме. Сонымен өзімді күштеп, жігерлеп алып шықтым. Я, басында қиын болды, түсінбейтін жағдайлар болды. Бірақ сол ойнап жатқан баланың рөлін өзімнің баламды қойып көрдім. Менің балам осындай жағдайда маған осылай істесе қандай жағдайда болам деген сұрақ қойып, сол арқылы шықты деп ойлаймын. Енді осы ана жүрек арқылы, ана жерін арқылы бүкіл балаларға ой тастадым деп ойлаймын. Өйткені бұл өте бір керемет тақырып, ана мен баланың арасындағы. Қазір көп қой балалар анасын түсінбейді, сыйламайды. Мен мысалға осы ана жүрегінен кейін қаншама жаңа өзің айтып жатқандай көрермендерді естіп жатырмын. Балалары аналарына звондап, кешірім сұрап, даже мен өзімнің ұлым келіп маған, мама, мен сізден кешірім сұраймын, сізді түсінбей ренжіткен жерім болса кешір деп жатқанда мен бір қуанып қалдым. Мен сол арқылы біршама балаларға тәрбие де бердім деп ойлаймын. Сол осылай шықты ана жүрек. Тағы сауалдарыңыз бар ма? Егер сауалдарыңыз жоқ болса, біздің қонақтары біздің ішінен Ильясова Гүлжамина апайға бір ауыз сөз берейік. Өйткені арнайы келіп отыр. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер ме, осы жерде отырған өнертанушы апайлар? Міне бүгін біздің театр туралы үлкен сіздер тақырып қозғап, үлкен сондай салауатты ойлы сөздер айтып отырғандарыңызға рахмет айтамыз. Сыншылардан біздер үлкен ұлағатты жаңа тәлім сөздер алып отырмыз. Сонымен бұл біздерге керек. Өйткені осыларды біз ести отырып, осындай жаңағы талаптарды режиссерларға қойып отырған, әртістерге қойылып отырған талаптарды ести отыра, әр әртіс өзінің ішіне жаңағы түйін түйіп отыр. Шіркін айшында да мен сол жерде солай істеуім керек екен ғой. Бұл материалды біз басқа қырынан қарауымыз керек еді ғой. Біз неге сол кезде жаңағы режиссерімізға кішкене жаңағы өзіміздің ойымызды айтпадық дегендей, әркімнің өзінде бір түйін түйіліп отыр. Үлкен рахмет. Лебізіңізге келесі қорытынды сөзімізді Есенәлиев Талғат мырзаға берейік. Бір-екі ауыз сөз. Рахмет, құрметті студенттер, құрметті театр-танушылар. Бүгінгі әдеби кешті ұйымдастырып бізді шақырғандарыңызға бірінші ұжымның атынан алғысымды айтамын. Бізде енді кешелі фестивальді бітіріп жатырмыз, алғашқы фестиваль деп жатырмыз. Бір жылдағы 7 қойылымның, яғни сыншылар сараптап, көріп өз пікірлерін, кемші тұстарын айтып жатыр. Біз сондықтан ол 7 адам баласында 5 бала болса, 5-еуі де бірдей болмайды, оны біздің 5 саусақ сияқты. Сондықтан 7 спектакліміз 7 түрлі болады. Сол бағытта жұмыс жасалынды. Біз қай бағытқа бара жатырмыз деген бағыт болған болатын. Енді біз ары қарай осы айтылған сын пікірлермен жұмыс істей отыра, өз бағытымызды тауып шығамыз деп ойлаймыз. Бүгінгі айтылып жатқан 2 спектакль туралы да
пікірлерге қосыламыз. Оның да өз шешімдері бар. Біз ана жаранаға неге бардық дегенге де жаңа айтып жатсыздар ғой, маман жоқ, басқа жоқ. Оның бәрі бір күнде шешілмейтін мәселе. Ол біздің қолымызда тұрған мәселе емес. Өзбекстаннан маманда келіп біз бұнда жұмыс істете алмаймыз. Тек қана оқуға жіберуге мүмкіндік болады. Ол оқуға жіберу үшін де мамандар керек. Біз қазір осы өнер академиясының 4-ші курс оқып жатқан студенттер жұмысқа алдық. Соларды қазірден ол қуыршаққа қатысы жоқ, бірақ суретші, бутафорлар. Соларды қуыршаққа бейімдеп, үйретіп, соларды шетелге оқуға жіберіп жатсақ, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Одан бөлек ана жаранаға баруымыздың себебі де, қарап отырсаңыздар, жаңағы қуыршақ театры біздің Қазақстанда, басқа мемлекетке қарағанда жетім күйде деп айтуға болады. Ешкімнің көңілі бөлінбейді. Ол осы Жүргенов өнер академиясында қуыршақ бөлімінің жабылуы, осы жерде эстрадный цирковой колледждің студенттері отыр. Қазір 3 жылдан кейін олар ары қарай білім алу үшін Бішкекке барып оқимыз дейді, қазірден. Заочно. Ол қандай білім болады? Ол жақта да, яғни қуыршақ бөлімі жоқ, драма болмаса режиссерға барады. Қазіргі студенттер 25 баладан бар, бәрі біткен соң драма актерларын оқуға тапсырамыз дейді. Осында. Өйткені қуыршақ бөлімі жоқ. Астанада да жоқ. Былтыр бітірді Құралай апай, қабылданған жоқ, қайтадан драма қабылданды. Сондықтан біз жаздық, ректоратқа да жаздық, мәдениет министрлігіне де айтылды. Сондықтан бұл тараптан жалғыз театрдың шамасы келе қояр ма? Осыған сіздер болып, біздер болып, бірігіп сыншылар жағы кетіп жатқан кемшіліктер орындалса, нұр үстіне нұр болады деймін. Енді ана жарана туралы жаңа айттым ғой, фестивальдар бізде, қуыршақ театрларынікі 2 жылда бір, болмаса 3 жылда бір болады республика көлемінде. Шетелге шығу үшін қаражат керек, бірақ біз былтыр шама шарқымыз келгенше шетелге 7 фестивальға бардық, өз бағымызды сынап көрдік. Татарстанда бірге болдық, Сәния апаймен, сіздермен. Сол сияқты Түркияда болдық, Молдовада, Бішкекте болдық. Біз ана жаранаға баруымыздың себебі де жаңа 4 қуыршақты алып тастасаңыздар, драма болады деген. Яғни біз неге бүгінгі таңда драма фестивальдарына қатыспасқа деген бағытпен біз бұл спектакльді алдық. Қарап отырсаңыздар, ол жерде ойнатылып жатқан үйшіктер, ол да қуыршаққа жатады. Ойнатылып жатыр ғой бәрі. Машиналар, қасықтар, бәрі ойыншық. Қарап отырсаңыздар. Сондықтан 4 қуыршақтан басқа айналада жүрген нәрсенің бәрін қуыршақ қып ол ойнатып жатыр. Жаңағы етіктің ішіне сабан салып балалар ойнайды ғой. Ауылда бәріміз ойнадық соны. Етігімізді сабанға барғаннан кейін төңкеріп тастап, қағып сабанды түсірдік. Ол да ойын, қарап отырсаңыз. Сондықтан жаңағы сіздер айтқан ой маған жақсы келді. Болашақта жаңағы біз осы қуыршақпен барамыз дегеніміз, қуыршақты алып тастап таза драма театрының фестиваліне қатысуға, жол ашуға болады. Бірлесіп жұмыс істейік, тек қана жақсылықта бас қосуға, жақсы премьераларда бас қосуға шақырамын. Ал бүгінгі пікір білдірген барлық актрисаларға, театр сыншыларына осы жерде отырған зор алғыс сезімімді білдіремін. Қашанда театрда жолығайық деп сөзімді аяқтағым келеді.